Женский солидарность деген не өзі? Сен неге еркектерге жағымпазданып, олардың аналарын мақтап, әйелдерді жек көресің? Женский солидарностьтың қайда сенің деп жазып жатқандар. Сол женский солидарностьтың не екенін өздерің түсінесіңдер ма? Сол менің жақтап жүрген аналары, сен жамандап жүрген қайынсіңлі, қайынбикелері, өзің мақтап жүрген өзің сияқты қыздар барлығы да әйел емес па? Олар да біреудің қызы сен сияқты, біреудің келіні, ал енең өз анаң сияқты біреудің анасы емес па? Сонда біз кімнен женский солидарность талап етеміз? Әділетсіздікті көріп тұрып үнсіз қалғандардан ба, жоқ әйелдің құрметін тек өзіне ғана тілейтіндерден ба? Женский солидарность ол еркекті жамандап, енені өсектеу емес. Шындықты айтқан жанға жынданған кейіп танытып, жалған намыс көрсету емес. Өз анасын жақтап, өзгенің анасын қорлау емес. Ол өз бағасын бағалай отырып, өзгені сыйлау, ардан аттамау, ол қыздарының болашағын ойлау. Еркектің ата-анасын, яғни өз ұл қыздарының әкесін, ата-әжесін сыйламаған әйел, әйелдік бірлікті білмейді. Сондықтан біреуге пікір жазбас бұрын, осы женский солидарностьты өз басына орнатып барып сөйлеген дұрыс болар.